Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздерге өте тез дайын болатын сәбізді бәліштің жасалу жолымен бөлісемін. Сәбізді бәліш болғанымен құрамында сәбіздің бар екені білінбейді, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Бізге 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқаның үстіне секерді салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Және де достар, мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Мен каналымнан бұдан басқа көптеген тәттілердің, ыстық тағамдардың рецепттері көрсетілген. Енді жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне өсімдік майын қосамыз. Және де одан кейін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Сұйық массаларды қосып болғаннан кейін енді үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Одан кейін қопсытқышты салып, барлығын жақсылап қайтадан араластырамыз венчиктің көмегімен. Осыдан кейін үстіне үкіштен өткізілген сәбізді қосамыз. Одан кейін грек жаңғағын қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін енді табамызға құямыз массамызды. 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Құрамында сәбіз болғанмен дәмі білінбейді, өте ерекше дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар.